Армысыздар, құрметті қазақ елі. Шығыс Қазақстанның азаматтық белсендісі Нұрқанов Руслан болам. Бүгінгі таңда бүкіл қазақ елі біледі, Марат Жыланбаев түрмеде жазықсыз 7 жылға соттап жүрген. Бүгін енді түрмеде соған байланысты қысымдар болып жатыр ғой. Марат Жыланбаевқа керек нәрселерін бермей, қазір уже әбден уже мына қысымның түбі шегіне жеткен, уже аяғындағы бір бәшбайын уже шабам деп сондай уже әрекеттерге барып жатыр. Жай ғана десеңіздер, жай ғана емес, специально по заказу тоқтатылған. Так, борт мынау 0409 дейді, борт номер 60. Мына жердің бәрінде отыр сотрудниктер. Міне бір машин 037 дейді, Нивамен кеп тұр. Так, міне тағы бір Шкода кеп тұр. Бұл енді Назарбаев Тоқаевтың системасы. Әдейі бізді естіп қолдамасын, Марат Жыланбаевты деп естіп әдейі тоқтатып тұр деп бұны есептейміз. Міне 4-ші машин. Міне біз негізі Нұржан деген бала мына машинмен келе жатқан. В общем, осындай қысым болып жатыр. Құрметті ағайын, біз енді бара алмай тұрмыз. Негізі осы Марат Жыланбаевқа бостандық талап етіп, түрмесінің алдына барып, халық жиналып жатқан соң барып өзіміздің де қол күшімізді берейік дегенбіз. Қазір әділетсіздік заман, тотальный коррупция, бүкіл мына